Суэцтағы бір қыздың рекомендациясы бойынша осы кафеге келе жатырмын. Coral Soup, том ям, морепродукты дәмді деп естігем. Лобстер бірдеңе жегім келсе, осы аквариумнан алып пісіріп береді. Мен бірақ жемеймін ондай. Рис, морепродукты, креветки мен күнде арбузный смузи. Мен просто обожаю креветки. Я, в общем, том-ям просто сразу, да? Аж вообще. Но он подумал, что я хочу заказать острый том-ям. И записал, оказывается. Ну, я хотела вот этот. И получается икюндякер, да? Ну, попробуем. Порцолар прям дел. Это было реально вкусно. Вкусно келгелі. Ең күшті деген тамағым осы жерде болды. Баста маған том-ям ішіне острый нанеп қойды. Где мне поменяли, и реально вкусно было. Это стоит 65, и это 65. Ну нет, это кубриков, да? Это орсагай угощать это жатыр. Сушеный банан, орехи. Здесь сушеный маракуйя. Сушеная. Книжный и сувенирский от магазина келдім. Жерде Типотс. Дела прям светили. Аккуратно с эскалатором, потому что здесь написано вот так. Выглядит как угроза, да? На филетер прям красиво. Ансаяхтар. Здесь что-то интересненькое. Блокноттар. Thank you. Көрінсін деп свет жақтырып отыр. Рахмет. Как планер. Шынандай ағаштан жасалған. Металлический постер. Кәдімгідей қатты. 6 том. Примерно 6000 теңге. Нахуян. Мына жақта кітаптар. Кітап емес. Раскраска. Қапта қойыпты. Стикер бар алғалым. Өзіме алғым келіп жатыр, чтобы дневник мәжілістер қойышын. Дананг, Хоян, Ахничанг пен жоқ сияқты. Қалада жай қыдырып жүрмін. Сағат 6-да Шадра деген тәтемен ночной рынокқа барамыз. Жаңа тамаша дүниеде танысқанымыз бар. Сол жерден үйдегілерге тәтті сувенир нелер сатып алу керек. Стрөнкаларыма кошелек тартып алдым, капибараны суретімен. Кеттер сүрімді екен. Фестивальға түстім. Не знаю, что происходит. Не болады. Лотос. Của em đây này, mình sẽ ở đi ở phía em sẽ đi ở phía trên.
күшті болып тұр, салқын жел соғып. Сол бағанағы площадьта жаңа ночной базарға барып, заттар сатып алдым. Магнит, киім, фрукты, тағы кофе, чай алғым келіп жатыр. Cố gắng giơ cờ cao các bạn ơi, đừng giỡn. Шақтан авокадо джус, смузи күшті деген. Тоже соны ішіп көрейін дедім. Надеюсь, маған ұнайды. Бұған дейін авокадо смузиін ішіп көрмеппін. Но прикольный вкус. Кішкене тәттілігі бар. Неде жұмсақ. Имбирный чай кипит. Ерте тұрып, көттен батысым шведский столда. Кеш оянып қалдым. Спринг-роллы. В общем, тамақтары өте күшті және разнообразные. Жұмыртқа пісіріп береді. Менде терезеден осындай әдемі көрініс. Думаю, жаңбыр болады деген. Маған осы личи чай деген ұнап жүр. Күнде осыдан аламын. Бүгін таңғы асқа осындай куриный суп, фоба деп аталады, олардікі сондай алдым. Фруктылар. Драгон фрут, мен прям күнде жеймін, обожаю. Печенье, манго тоже. Сосын жаңа личи чайдың орнына маракуйя сок алдым. Сосын нан и балық панировочный сухариков деген алдым. Бүгін уже шамын, сосын чемодан жинау керек. Және де қарсаңыздар, мен өзімен 2 кітап, 1 блокнот, скетчбук әкелгем ғой. Ішінде инструменттерім. Типа, если мне станет скучно, я типа осыларды поделаю деп. Но келгелі бері вообще ешқайсысын қолыма алмадым да. Еще планшетте неше түрлі сериалдар, дорамалар скачать етіп қойған ғой. Посмотрю деп. Ну, біреусін ғана көрдім, бір сериясын. И вот, менеге ең тігіп тұрмын. Жаңа душқа түстім, сосын шашыма назар аудармай қойса. Багаж жинап қойдым. Енді кішкене уақыт бар да. Теңіздің жанында жүре тұрғым келіп тұр. Соңғы күн үстінде қимай тұрмын. Бізде ондай теңіз жоқ. Осылай күнде келіп, рахаттанып, қарап отырғанға не жетсін. Суға дайындалып жатырмын. Осылай келердің алдында жолдан өтуден қорқатын. Қазір кішкене үйрендім. Өйткені олар пешеходты өткізбейді.
Смотрите. Тут внизу манго сока ловит. Тут внизу.